Сәлем достар, сіздермен бірге Нурикс. Бүгін мен сіздерге 2012 жылы шыққан Доктор Кто сериалының Бойса Ио сериясын қысқаша айтып беретін боламын. Фильм 2012 жылы Лондондағы шағын ауданның көрінісімен басталады. Тұрғындар өздерінің күнделікті тірлігімен айналысуда. Осы кезде Мэйв есімді әжей тылсым дүниені сезіп тоқтап қалады. Көршісі Триш оның алаңдаулы екенін байқап, жағдайын сұрайды. Бірақ әжей күтпеген жерден балаларға үйге қашуды бұйырады. Көршілер бұған біртүрлі қарады, себебі қорқатындай қауіп байқалмайды. Бірақ Мэйв бұл тағы да болып жатыр деп қайталайды. Осы кезде жақында жоғалған балақайға іздеу салынған плакатты байқаймыз. Мэйв көршілерін сендіріп жатқанда, Трэштің қызы Хлоя бәрін терезеден бақылап тұр. Ол өзінің сүйікті әнін шырқауда. Сосын үстелге отырып көрші балақайдың суретін салады. Ол суретті аяқтағанда әлгі бала лезде ғайып болды. Баланың әкесі және Мэйв баланың ұрланғанын түсінді. Бірақ олардың қолдарынан еш нәрсе келмейді. Осыдан кейін біз доктор мен оның көмекшісі Роузбен таныс боламыз. Бұл екеуі уақыт шкаласындағы кез келген ауытқуларды жөндейтін уақытаралық саяхатшылар. Олар бұл уақытқа порталмен келген екен. Олар көшеден көптеген балаларға іздеу салынғанын байқайды. Доктор мұндай тыныш ауданда балаларды біреудің ұрлағанына сенбейді. Доктор әлгі балақай жоғалған жерден өзге энергияны сезеді. Бұл жерде Роуз жөндеу жұмыстарымен айналысатын Келл есімді жігітпен сөйлеседі. Оның айтуынша, олимпиадалық алаумен жүгіретіндер осы көшеден өтеді екен. Жоғалған баланың әкесі доктор дауладан көріп ұрлықшы деп ойлайды. Роуз бен Келл оған жақтасты. Триш ханым оларды тоқтатуға келді. Барлығы жиналған соң доктор өзінің полиция белгісін көрсетіп, өзін детектив ретінде таныстырады және жоғалған балаларға байланысты істі жүргізетінін айтты. Доктор олардан ұрлыққа байланысты ақпарат сұрайды. Мэйв алға шығып, балаларды тылсым күш тартып алып кететінін және ол күшті сезе алатынын айтты. Хлоя тағы да бәрін терезеден бақылап тұр. Осы кезде бөлмеге Трэш келді. Ол қызымен ашық сөйлескісі келеді. Бірақ Хлоя Трэштен бөлмеден шығуын бұйырып, бос еместігін айтты. Қабырғадағы суретке қарайтын болсақ, қыздың бұл іспен айналысқанына біраз болғанын байқаймыз. Доктор мен Роуз мысықпен ойнай бастады. Мысық қорапқа кіріп кетті. Олар қорапты қараса, мысық жоқ. Сөйтсе Хлоя оның да суретін салған екен. Ертесі күні Роуз өтіп бара жатқан үйден бір дыбыс естиді. Есікті ашқанда біртүрлі доп оған ұшып келеді. Бақытына орай доктор уақытында келіп, топты тыныштандырып, оның өмірін сақтап қалады. Олар доптың құрамын білу үшін лабораторияға келді. Зерттей келе, бұл шар карандаштың құрамында болатын графиттен жасалған болып шықты. Және ол зарядталған екен. Барлығын ескере отырып, доктор допты карандашпен жасалған жарамсыз сызба деді. Роуз доктормен келісті және карандашпен сызу арқылы жер бетіндегі заттарды жоюға немесе қайта жасауға күші жететін біреу бар деген теорияға тоқталады. Олар ең бірінші үйден шықпайтын қыз Хлоядан күдіктенді. Келесі күні Хлоямен кездесу үшін сол үйге барады. Бірақ Трэш Хлояның бос еместігін айтты. Ол қорқып бір нәрсені жасырғандай көрінді. Доктор мұны байқап, қызына көмектесуге уәде береді. Триш келісті. Олар үйге кірген соң Триш 1-2 айдан бері қызының өзгеріп жүргенін, бөлмесінде 24 сағат бойы сурет салып отыратындығын айтты. Триштің күйеуі 1 жыл бұрын қайтыс болған екен, және олар бұған қуанышты, себебі ол өте жаман адам болған. Үшеуі әңгімелесіп отырғанда Роуз жуынатын бөлмеге сұранып жоғарға көтеріледі. Ол жерде Хлояның бөлмеден шыққанын көріп, бірден жасырынады. Ол бөлмеге кіріп, суреттен көп нәрсенің жоқ екенін байқайды. Сосын шкафтан шыққан біртүрлі дыбысты естиді. Шкафты ашып, сөйлейтін қорқынышты суретті көреді. Доктор Хлоямен сөйлесуге тырысты, бірақ Хлоя бос еместігін айтты. Осы кезде доктор Роуздың даусын естіп, жоғарға көтеріледі. Ол шкафтан шығуға тырысқан нәрсені көріп, оны жауып тастайды. Хлоя шкафтың ішіндегі әкесі екенін айтты. Ал оның салғандары түсінде көрген нәрселер екен. Осы кезде бөлмеге Триш кірді. Ол қызының бөлмесіне рұқсатсыз кіргендер үшін ашуланды. Триш қызына алаңдап, не болған сұрады. Бірақ Хлоя әдеттегідей сөйлемей қалды. Сондықтан доктор мен Роуз Тришке қызы жайлы бәрін айтып берді. Олар Хлойдың сурет арқылы аудандағы балалар мен жануарлардың жоғалып жүргенін еске салды. Үшеуі ас үйге келіп, бұл мәселені талқылайды. Триш әкесінің суретін неге салғанын түсінбеді. Доктор ол қыз әкесін түсінде көрген деді. Олар көптеген сұраққа жауап табу үшін Хлойға келді. Доктор оның ештеңе айтпайтынын білді. Сондықтан Хлойдың ішіне кіріп алған өзге ғаламшарлыққа шындықты айтқызу үшін оны гипноздайды. Олардың ойы жүзеге асып, Хлой сөйлей бастады. Ол жалғыз қалғысы келмейтінін айтты. Ары қарай ол өзінің үлкен отбасымен ғарышта саяхаттайтын өзге ғаламшарлық екенін айтты. 2 ай бұрын олардың капсуласы күннің әсерінен зақымданып, жерге құлаған екен. Триш пен Роуз ол неге Хлойдың ішіне кіріп алғанын әлі түсінбеді. Доктор бұл өзге ғаламшарлықтардың отбасымен бірге болса ғана энергия жинайтынын айтты. Егер олар ұзақ уақыт бірге болмаса өліп қалады. Яғни ол жалғыз қалмау үшін Хлоймен достасқан. Оның үстіне Хлой да әрдайым өзін жалғыз сезінетін. Осыдан кейін ол Хлойға қатыгез әкесінің суретін салуға мәжбүрлеген. Өзге ғаламшарлықтардың отбасында 4 миллиард адам болған екен. Сондықтан ол әлі 4 миллиард адамның суретін салмақшы. Гипноздың уақыты аяқталып қалды. Доктор Хлойды тыныштандыратын нәрсенің керектігін айтты. Анасы оған екеуі ғана білетін әнді шырқайды.
Бұл оған көмектесті. Доктор мен Роуз үйден шығып, жолда ақылдасты. Жоспар қарапайым. Олар капсуланы жөндеп, өзге ғаламшарлықты өз отбасына қайтару керек. Бұл кезде оларды Хлой арттарынан аңдып жүрген екен. Екеуі лабораторияға келіп, капсуланың қайда екенін анықтайтын құрылғы жасауда. Бұл оңай болмады. Бірақ доктор мұны жасап, капсуланың жақын маңда екенін анықтайды. Олар сыртқа шыққанда, доктор мен портал ғайып болады. Сөйтсе Хлой оның суретін салған екен. Енді барлық жұмыс тек Роузға жүктеліп тұр. Егер ол Роуздың да суретін салатын болса, жағдай ушығады. Роуз капсуланы іздеуге өзі шықты. Бірнеше сағат жүрсе де капсуланы таба алмады. Бір кезде капсуланың жылу энергиясын тарататыны есіне түсті. Яғни капсула осы ауданның ең ыстық жерінде деген сөз. Ол дереу арада Келге келіп, ең соңғы рет жөндеген жерді сұрады. Кел Роузды ол жаққа ертіп апарды. Роуз ол жерді бұзды. Бірнеше минуттың ішінде ол капсуланы тапты. Хлой теледидардан Уэмбли стадионындағы мыңдаған адамды көреді. Олар 2012 жылғы Олимпиада ойындарының ашылуына келген. Хлой олардың суретін салады. Стадионға келген көрермендер бір сәтте жоғалды. Бұл оған аздық еткен секілді. Балақай жер ғаламшарының суретін салып, адамдарды ұрлап, өзіне жаңа үлкен отбасы жасамақшы. Роуз оны тоқтатпақ болды. Бірақ шкафтағы сурет, егер Хлойға тиісетін болса, сыртқа шығатынын айтты. Барлық үміт үзілген кезде үстелдегі бір сурет жылжиды. Бұл доктордың белгісі болатын. Тіпті оны ұрлап кетсе де, бұл оған белгі беруге кедергі болмады. Суретте ол Олимпиада алауын көрсетіп тұр. Осы кезде телевизордағы репортер алау бұл мен үшін адалдық пен сүйіспеншілік деді. Осы кезде Роуз капсуланы алауға салу керек екенін түсінді. Ол бірден сыртқа шығып адамдарға қосылады. Роуз капсуланы аспанға лақтырды. Ол керек жерге түсті. Осы кезде өзге ғаламшарлық капсула реттелгенін түсініп, Хлойдың денесінен шығып кетеді. Хлой қалыпты өмірге оралды. Ғайып болған балалар қайта табылды. Тіпті стадиондағы адамдар да. Бірақ доктор әлі оралмады. Роуз бұған алаңдай бастады. Осы кезде Хлойдың бөлмесінен шкафтағы құбыжықтың дауысы естілді. Ол бірден үйге асықты. Сөйтсе, әлгі өзге ғаламшарлықтан кейін бұл құбыжықта жеткілікті энергия пайда болыпты. Роуз Хлойға күшті болуды өтініп, өлең айтуын сұрайды. Болып жатқан жағдайға қарамастан, ол анасымен бірге ән айтты. Бұл көмектесті. Құбыжық ол жерге келе алмады. Соңғы сценада, жаңалықтарда алауды ұстайтын жігіт жарақаттанғанын айтады. Және оның орнына алауды жаққан доктор. Осымен фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, комментке осы кино туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Нурикс. Келесі кездескенше.